бастамалар көп болуына тілектеспін. Мынау білім саласындағы еңбектеріңізді ары қарай дамуына, оқушылардың сапалы білім алуына зор үлес қосады деген сенімдемін. Және бүгінгі барлықтарыңызға сәттілік, шабыт және жемісті жұмыс тілеймін. Рахмет, Гүлшарат Қойшыбаевна. Келесі кезек сөз мектебіміздің директоры Өмірбек Айтуғанұлына беріледі. Рахмет, Шолпан Жеңісовна. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі семинарымызға қош келіпсіздер. Енді бүгінгі семинар бойынша менің тақырыбым ол білім беру саласындағы жалпы мектебіміздегі жүргізіліп жатқан кейбір жобалар, соның ішінде мынау шетелдік білім беру жүйесінен мектебімізге өткізген көлеңкелі бір күн деген жобамыз. Сол бойынша менің баяндамам. Енді бұл көлеңкелі бір күн жобасы, бұл негізінен бізде мектептердегі жүргізілетін профориентал кәсіптік бағдар беру жобасы. Бірақ бұл жобаның біздегі жобадан біз бұл жобаны Эстонияға барған кезде сол мектептерден көрдік. Мақсаты айырмашылығы мынандай. Бірінші айырмашылығы бұл жоба мына оқушылардың арасында қатты танымал емес, әсіресе техникалық мамандықтарға, содан кейін белгісіз мамандықтарға оқушыларды тәрбиелеу үшін. Ал енді жалпы жарнама ретіндегі мамандықтарды өздері де біледі. Содан кейін ерекшелігі ол сол жобаға балаларды апарған кезде біз мысалға әдетте тек қана 1 сағатқа, 2 сағатқа ғана апарып жатамыз оқушыларды. Ол жерде оқушылар ол мамандықтың қыры мен сырын толық білмейді, толық түсінбей кетуі мүмкін. Ол жақта болатын болса бір күн арнайды. Көлеңкелі бір күн деген аты айтып тұрғандай бір күн бойы көлеңке деген сол жаңағы қызметкер өзінің апарған оқушыларын, мысалы ол жерде көп оқушы апармайды, біздегі сияқты бір класс апармайды, 3-4 оқушыдан аспайды. Соның қасында бір күн бойы жүреді көлеңкесі болып. Бір күн не істегендігін, жаңағы жұмысын толық бастан аяғына шейін көреді. Содан кейін барып оқушы өзіне шешім қабылдайды. Осы қызметке маған керек па өміріме, керек емес па деген. Көп жағдайда оқушыға оң әсер етеді екен. Сондықтан біз осы жобаны өзіміздің мектебімізге енгіздік. Осы оқушыларымызды осы мамандықтарға көрсеттік. Мысалға мына жерде көріп отырсаңыздар, әсіресе жаңағы техникалық мамандықтарға КТК арнасындағы режиссердің мамандығын апардық біз оқушыларды. Сол режиссураның аппаратында монтаж жасайтын программаны, соның барлығын көрді, түсірілімді оператормен жүрді. Содан кейін мысалға тіс дәрігерінде болды бір күн деген сияқты. Бұл көлеңкелі бір күн жобасы жалпы оқушыларға өте жақсы ұнады. Және осы жобаны енгізгеннен кейін оқушылар өздерінің осы пәнге деген қызығушылығын одан әрі арттырып, сенімділік орнады оқушылардың бойында осы пәнге. Бұл айланып келген кезде оқушылардың жоғарғы оқу орнын таңдаған кезде қателеспеуіне және біздің оқушылардың жоғарғы оқу орнына түсу көрсеткішін көтерді. Жалпы біздің оқушылардың жоғарғы оқу орындарына грантқа түсу көрсеткіші жоғары. Соның нәтижесі осы бағдарламаның аясы деп білеміз. Енді біздің тағы да бір қысқаша ғана айтатын болсақ, біздің тағы да бір енгізген жобамыз ол мотивациялық карта. Жалпы қазіргі білім беру саласында тек қана оқушыға емес, сонымен қатар мұғалімге де мотивация керек. Кез келген қызмет иесіне мотивация керек. Сондықтан ол жерде мысалға Эстония, Финляндияда мотивация берудің тұтас картасы жасалынады. Және ол бойынша жаңағы жоспарлы түрде бір реттік мотивациялар емес, жоспарлы түрде мотивациялық карталар жасалады. Оны да біз енгізген барысымыз бар. Содан кейінгі тағы да бір енгізгеніміз ол дамытушы сұхбат деген. Әсіресе оқушыларға байланысты дамытушы сұхбат өте жақсы жоба. Ол жерде жылына бір күн арнайы қойылады. Сол күнде оқушы
ата ана және мұғалім үшеуі отырып сол жерде оқушыдан сұхбаттасады. Мақсат оқушыны сұраққа алу емес, мақсат жалпы оқушының хал жағдайын білу, қазіргі ойын, идеясын, жоспарын, оның қорқынышы не, содан кейін жаңағы алдыға қойған мақсаттары не деген сияқты сол бойынша кеңестер беру жоспары. Ол да өте жақсы жоба, оны да біз енгізіп отырмыз. Содан кейін енді өзіміздің істелінген бір жақсы бір жұмыстарымыз, ол енді көп мектептерде де бар, бірақ біз оны жоспарлы түрде мына оқуға құштар мектепті біз QR кодтар арқылы жүргізіп жатырмыз. Бұл жердегі енді біздің істеген нәрсеміз мына суреттен көріп отырсыздар. Бастауыш сыныптарда QR кодтар арқылы кітаптар барлық кабинеттерге қойылған. Сол жерден оқушылар QR код арқылы ертегіні оқиды, тек қана оқып қоймайды, сонымен қатар оны сахналайды. Ол бойынша біз телеарнадан да шықтық, насихатталып, ТК телеарнасынан шықтық QR кодтар арқылы. Және осы QR кодтарды мына біздің коворкинг орталығымызда осы QR кодтарды шығарып қойдық кітаптармен бірге. Сол жерден соткасынан ұялы телефоннан оқығысы келген оқушы QR кодтар арқылы осыны оқиды. Және топик қолданып жатырмыз. Енді одан кейінгі бір үлкен бағыт, оқушыларға керек бағыт, ол тек қана интеллектуалды емес, оқушылардың табиғатқа құштарлығын дамыту арқылы олардың экологиялық тәрбиесін дамыту жасыл мектеп жобасымен жүзеге асырудамыз. Сол үшін арнайы түрде мектептің безендірілген. Ол жасыл өсімдіктер балаларға өте керек, себебі ол кислород береді. Қазіргі мысалға экологиялық жағдайда балалардың миының жақсы жұмыс істеуіне, оттегінің келуіне, жалпы баланың да үлкен ересек адамдардың да эмоционалдық түрде жақсы көңіл күйде болуына гүлдердің әсер ететіндігі ғылыми тұрғыда дәлелденген. Сондықтан біз тек қана физиологиялық тұрғыда ғана емес, сонымен қатар эмоционалдық тұрғыда да жақсы көңіл күй қалыптастыру үшін осы бағытта жасыл мектеп жобасын жүзеге асырудамыз. Енді ол бойынша жылыжайымыз бар. Енді оның барлығын жалпы бірқатар біз жобаларды айтқанбыз, сондықтан сіздердің көп уақыттарыңызды алмаймыз. Ол бойынша енді біз осы жобалардың барлығын мектебіміздің әлсіз және күшті жақтары, мүмкіндіктері және кемшіліктері бойынша SWOT анализімізді көрсетіп, осы бойынша біз әлсіз жақтарымызға назар аударудамыз. Енді оны енді барлық мектептер істеп отырсыздар, бірақ мәселе сол әлсіз жақтардың нәтижесін көтеруге байланысты жұмыстың тиімділігінде. Жалпы қысқаша айтқан кезде біздің мектептің жобалары осындай жобалар бойынша бүгін семинарда енді ол жобаларды ары қарай оқу ісінің меңгерушілері мен мұғалімдер ары қарай тағы да таныстырады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Өмірбек Айтылғанұлы. Келесі бағдарлама бойынша келесі кезектегі мұғалімдер бірінен кейін бірі өзінің авторлық бағдарламаларын түсіндіріп кетсе, таныстырып кетсе, сонымен қатар қосылып отырған әріптестері өтініш сіздерге Zoom платформасында бізде запись жүруіне байланысты сіздер өздеріңіздің кері байланыстарыңызды чатта және берілген Padlet платформасында көрсетіп, нақты мектептеріңізді, аудандарыңызды көрсетіп жазып отырсаңыздар. Рахмет. Келесі кезекте. Гүлмира апай, даусыңыз шықпай отыр, даусыңызды қосып жіберіңіз. Гүлмира апай, даусыңызды қоссаңыз естілмей тұр.